есімім Аллаберген, 2004 жылымын. Filmmakers командасының мүшесімін. Filmmakers деген бұл бізде кино жасаушы, кино түсіруші деген мағынаны білдіреді. Қашан жинақталғанда бұл Filmmakers командасы 2021 жылы ең бастапқыда AA Production 04 болып құрылды. Сосын 2023-те Filmmakers болып ауысты. Ең басында осы мен оқыған ұстазым Арал Базарбай ағам құрылды, және Аманжол ағаммен екеуі бірге құрды. Негізгі жұмысы сол съемка, қолымызда телефонмен түрлі той, басқа да рекламный съемкаларды жасау. Filmmakers мен үшін бұл жаңа орта жұмысым, және де комфортный жерім өзім. Қазіргі уақытта Filmmakers'те 4-5 шақты жұмыс жасап жүрген адамымыз бар. Барлығы мобилог жұмыс, қазіргі уақытта барлығы жұмыс жасап жүр. Қазіргі уақытта өзімнің оқытқан ағам Аманжол ағам Саламбро Жувановада SMM және контент-мейкер болып жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек тойға және де басқа дүкендерде, барлық жерлерде, ресторандарда SMM болып жұмыс жасап жатыр. Мен осы уақытқа дейін Қыран Талапбекте басында онлайн алдым сабақ. Сосын одан мен дым үйрене алмадым, шынымды айтсам, Қыран Талапбектен. Сосын өзімнің университетте оқитын ағам, Арал ағамнан офлайн түрде курс алдым. Сосын ол мен барлығымды оқытып, білім жағын үйретіп, маған осы мобилографияны үйретті. Содан бастап мен жұмыс жасап бастадым. Қандай қиындықтар болғанда, кей кезде лақтырып кететін кездер болады клиенттеріміз. Бір күні менде бір жағдай болды. Лапсорияға заказ алам, сосын мен дос болам бар, оны да шақырып алам. Ол дроны бар, соны шақырып алам, екеуміз түсіріп сияқтаймын. Барамыз, әветке екіде шақырдық, кешке дейін лапсорик бітіруіміз керек. Сосын ол біз екіде келіп отырдық, жаңағы адамға звондасақ, телефон алмайды. Соны 2 сағат күтіп отырғанымыз бар. Анау бізді лақтырып кетті. Біз предоплата алмай қалдым. Мен негізі өзім басында предоплата алып заказ алатын едім. Сол кезде мен өзім қолым босамай, предоплата алмай бара қойдым. Сол лақтырып кеткен жағдай бар. Қазіргі таңда ол сабақ болып, алдында жүрген маман шығады. Қатты сабақ болды. Бастапқыда мен мобилографияны үйрендім. Сосын ең басында енді клиент таба алмайсың, не істей алмайсың. Сол кезде ресторандарға или басқа да дүкендерге кіріп кетіп, бесплатный видео істеп, өзіңе портфолио жинап алуға ол кезде болды бесплатный. Тынбау керек, іздену керек. Қазіргі таңда көптеген мобилогтар бар, бірақ барлығы 2 видеоның басын қосып жібереді де мобилог болып кетеді. Сол ізденіп, өзінің талабында болу керек. Еще фокусты осы мобилография деді ма, сол фокусты мобилографияға қою керек. Басқа жаққа алаңдамау керек. Топ 3 мобилограф. Мен Бекет Абатов. Сосын өзімнің ағам Арал братан. Сосын Аманжол братан. Алдағы уақытта қысқа метражды фильм түсіреміз ба деген ойдамыз бар. Және өзіміздің бір штат ашып, сондай мақсаттарымыз да бар. Алдағы уақытта өзім той саласында жүргеннен кейін, сол той саласында той мәселесін жағдайында той қысқа метражды фильм түсіру ойда бар. Болашақта жоспарлар көп. Алдағы уақытта көптеген қысқа метражды фильм және үлкен ауқымды фильмдер түсіруге болады, ойда бар. Осы және
Filmmakers'ın қалаушысы Арал ағамның осы Filmmakers'ты дамытып, Қазақстанға емес, бүкіл әлемге танымал қылуға ойымыз бар. Жақсы, рахмет. Бітті.